Менің жалпы өзімнің пікірім бойынша ол кісі дұрыс айтып жатыр. Қазақстан дегенді қою керек. Стан деген ол стойбище, мал тұратын, мал қамайтын, малдың қи жатқан жерлер стойбище. Сондықтан, егер қазақ елі деп атайтын болсақ, біз жалпы өзіміздің мемлекетімізді ең дұрысы қазақ елі деген сөз. Қазақия деген ол дағы бір кішкене басқа ұлттарға түсініксіз болады. Ертең көптеген тарихшылар, басқалар тағы айтады. Қазақия, тақия, анау-мынау тақия келгеннен кейін енді Қазақия қойды бұлар деп. Қазақ ел десең, ел деген ол мемлекет. Егер бұлай аудармасын көретін болсаң, мінекей Мария дейді. Мария халықтары өзінің республикасын жері мен көлеміменен Мария деп қойды. Ал біз егер қазақ елі дейтін болсақ, республика қазақ елі өте жақсы болады. Бұл бір тарихқа енгізген түзеу деп есептеу керек. Тарихымыз түзетілді деген сөз. Ал жалпы бұл енді шынымен осы шын пейілімен өзгертейін деп жатыр ма, әлде бір саяси, бір әдіс, саяси бір жүріс па? Жоқ, ол енді бір ешқандай бір саяси қулық сұмдыққа ол жатпайды. Неге десең, шеткі саясатқа, ішкі саясатқа Қазақстан, қазақ елі деген ол ешқандай әсер етпейді. Сондықтан бұның ішінде бір қулық сұмдық бар деп мен ойламаймын. Ал енді жалпы біз станнан, стойбищеден кетіп қазақ елі болатын болса, ол жақсы.